Ағаштар Алла тағала жаратқан табиғаттың ажырамас бөлігі, жер шарының тыныс алу жүйесі десек те болады. Бүгінге дейін әлемдегі ағаштардың тең жартысын адамзат күнделікті өмірде пайдалану мақсатымен кесіп алған. Ал бүгін біз сөз еткелі отырған ағаштар арнайы күзетшілер арқылы қатаң бағаланады. Әйтпесе, адамдар оларды да түп-тамырмен қиып тастайтын еді. Қабыл алыңыздар, әлемдегі ең алпауыт және ең биік ағаштар топтамасы. Мендосино. ақш-тың Калифорния штатындағы Монтгомери Вудс аумағында Мендосино атты ағаш өседі. Оның биіктігі 112,120 метр, ал диаметрі 4,119 метрді құрайды. Бұл ағаш 1996 жылдан 2000 жылға дейін әлемдегі ең биік ағаш ретінде тіркелген. Парадокс. Биіктігі 112,156, диаметрі 3,190 метрді құрайтын Парадокс атты секвойя ағашы ақш-тың Гумбольдт қаласында орналасқан Рокфеллер Форест орманында өседі. Ол 1995 жылдан 1996 жылға дейін әлемдегі ең биік ағаш болып саналған. Бүгінгі таңдағы белгілі барлық алып ағаштардың ішінде Парадокс ерекше сұлулығымен өзіне назар аудартады. Рокфеллер. Калифорнияның Хамбольдт-Редвуд ұлттық паркінде өсетін бұл ағаштың биіктігі 112,160 метр. Алып ағашқа америкалық белгілі магнат кәсіпкер Джон Дэвисон Рокфеллердің есімі берілген, ал оның бірден көзге түсетін үлкен диаметрі әлі өлшенген жоқ. Лауралин. ақш-тың Гумбольдт округінде өсетін бұл алпауыт ағаштың биіктігі 112,162, ал диаметрі 4,154 метрді құрайды. Табиғат қорғаушылары әлемдегі ең кәрі әрі ең биік ағаштардың орналасқан жерін оларға зиян келтірмеуі үшін жасыруға тырысады, ал Лауралиннің орналасқан жері туристер үшін жасырын емес. Орион. ақш-тың Калифорния штатындағы Редвуд ұлттық саябағында орналасқан Орион атты ағаштың жасы 1500 жыл. Оның биіктігі 112,163 метр, ал диаметрі 4,133 метр. Ұлттық географиялық қоғам атын иеленген Редвуд Крик өзенінің жағалауында өсетін секвойяның биіктігі 112,171 метр, диаметрі 4,139 метр. 1994 жылы табылған бұл алпауыт ағаш бір жыл бойы әлемдегі ең биік ағаш статусын иеленген. Ағаштың нақты өсіп тұрған жері құпия болып табылады. Оның диаметрі Мендосино мен Парадокс ағашына қарағанда үлкенірек. Стратосфера. Бұл ағаш 2000 жылы Гумбольдт ұлттық саябағының аумағында табылған. Ол кезде стратосфера атты алпауыт ағаштың биіктігі 112,134 метрді құраған. 2010 жылы оның биіктігі 113,111 метрге жетті. Туризммен зақым келтірмеу үшін оның нақты орналасқан жері жұртшылыққа жария етілмеген. Икар. Биіктігі 113,114, диаметрі 3,178 метр, әлемдегі ең биік үшінші ағаш Калифорнияның Редвуд саябағында орналасқан. Икардың да нақты орналасқан жері әлі күнге дейін құпия сақталуда. Гелиос. Редвуд Крик өзенінің бойында көкке бой көтерген әлемдегі ең алып екінші ағаштың биіктігі 114,5 метр. Ол 2006 жылға дейін ең биік ағаш статусын иеленген. Гелиостан. 2006 жылы әлемдегі ең биік әрі алпауыт ағаш атағына ие болған Гелиостан ағашының биіктігі 115,161 метр, ал диаметрі 4,184 метрді құрады. Бұл алпауыт ағашта Редвуд Крик өзенінің жағасында Гелиосқа қарама-қарсы бетте өседі. Гелиостанның көлемі 502 метр кубты құрайды, ал оның жасы 700-800 жыл екен.
Видеоны соңына дейін көріп бітсеңіз, лайк басуды ұмытпаңыз. Себебі сіздің әрбір басқан лайкыңыз бен жазған пікіріңіз біздің арнамыздың дамуына, жаңа видеолардың шығуына әсер етеді. Егер арнамызға жаңадан тап болсаңыз, подписаться қызыл батырмасын басып, арнамызға тіркелуді де ұмытпаңыз. Келесі видеода жолыққанша.